Баршаңызға сәлем достар. Алғашқы сабағымыздың тақырыбы сана мен түп сана. Сана мен түп сана. Сана дегеніміз не? Жалпылама және нақты жауап болады. Және түп санада түп сананы қайдан іздейміз, неге қолданамыз, не үшін керек, не бар ол жерде. Түп сананы толықтай меңгеріп шығамыз. Түп санамен байланысқа шығуды мен сіздерге төмендегі лентада жазып, текстовый вариантын жазып бастағанмын. Сол ережелер бойынша сіздер сол практиканы істеулеріңізге болады. Және теңіздің жағасында отырған видеоролигім бар. Ол сізге жалпы, былайша айтқанда, үлгі образец. Қандай сөздерді қолдануға болады, қандай мәнерде сөйлесуге болады, қалай біз олармен тіл табысамыз, қайтып достасамыз, қайтып бүтінделеміз. Яғни, сана дегеніміз не да? Көп сөзбай-ақ қояйын. Сана дегеніміз біздің миымыз. Миымыз саналы құндыз бар, және түп саналы құндыз бар. Саналы құндыз ол біздің миымыз, ол аналитикаға жүгінеді, логикаға жүгінеді, өткізген тәжірибелеріне жүгінеді, көргеніне жүгінеді, іс-әрекетке жүгінеді, мақсаттар, пландар құрады. Сосын салыстырмалы түрде өмір сүріп үйреніп қалған. Саналы түрдегі құндыз 3%-ық күші ғана бар. Түп саналы түрдегі құндыз, яғни солнечное сплетение дейді, жүрек түсі, мастер-кит методикасында да солай айтылады. Яғни түп сана ол біздің түгелдей денеміз және бізді айналамыз, біздің айналамызда. Сол жаңағы, былайша айтқанда, ошақтың түбі, нағыз өзегі, ол біздің түп санамыз, ол біздің жүрек тұсында орналасқан. Бұл түп санамызда біздің бүкіл денемізде барлық өткен-кеткен уақыттағы жағдайлар, болған оқиғалар, эмоциялық, негативті болсын, позитивті болсын, барлығы біздің денемізде орналасқан. Гендік және ДНК-дағы программалардың барлығы сол жерде орналасқан. Әулеттен келген программалар осы жерде орналасқан. Түп санада барлық память осы жерде орналасқан. Нейрондық байланыстар, әдет қылықтар, привычка барлық сол түп санада. Біздің жанымызда, яғни түп саналы түрде құндызда не бар? Қандай информация бар? Қандай программалар жазылып қалған? Әкемнен, шешемнен келген, әулетімнен келген, ДНК генмен келген, қанмен келген деп айтайын да, тәрбиемен келген, үй іші тәрбиесімен, социумдағы тәрбиемен келген барлық тұжырымдар, установка, убеждениялар барлығы түп саналы құндызда. Яғни кейбіреулері маған кезінде блок болмай жақсы қызмет етті, бірақ кейін уақыт өте келе сол тұжырымдар, сол істелінген установка, убеждениелер, сенетін жағдайларының барлығы заманға байланысты социумда өзгеріп жатыр. Соның барлығы кейін маған кедергі болып, блок болып жатыр да. Соны просто уақытылы алып отыру керек еді, бірақ біз оған көңіл бөлмей қалдық. Сол себепті дәл қазір біздің кезінде 3 жасымызда, 9 жасымызда, 5 жасымызда жасаған тұжырымдарымыздың барлығы қазіргі күні, бүгінгі күні деген сияқты кейбір сфераларымызға кедергі блок болып тұр. Соны неге екенін, қалай өшіру керек, қалай қайта жазамыз, соның барлығын түсінеміз. Жалпы бұл видеода сіз түп сана мен сананың айырмашылығын түсіндіңіз. Яғни адам екі бөліктен тұрады деп айтайын. Саналы түрде және түп саналы түрде. Біздің мақсатымыз, біздің тапсырмамыз, задача дейді ғой, ол бүтінделуде. Яғни саналы түрдегі құндыз, түп саналы түрдегі құндызбен бүтінделу керек. Бір бүтін адамға айналу керек. Байланыс орнату. Бүтінделу керек бізді. Бүтінделу керек біз, байланысқа шығу керек біз. Яғни санада бізде саналы құндызда 3% күш болса,
бар жеткен ойы, идеялар, жаңадан келетін тағы бір нәрсе деген сияқты нәрселер 3-ақ қана пайыз, күші өте көп емес, жүгіріп баратын жері алыс емес. Ал түп саналы құндызда барлық күш сол жерде 97%. Яғни түп санада могущественная сила деп айтады да, сояқта өте көп. Біздің құдіретіміз де сояқта, барлық жері сояқта, жанымызда. Яғни эзотерика бойынша қарайтын болсақ, ояқта түп сананы высшее я деп айтады да, ал психологияда внутреннее я деп айтады, сол подсознанияны. Орысша енді подсознание ғой. Тағы қалай айтады, оның атаулары көп. На автомате действует мозг деп айтады. Енді научно, если ученыйлардың сөздерімен болса, бейсаналы түрде, автоматты түрде адам жасай салады деген сияқты. Ол неге? Потому что біздің миымыз көп нәрсені придумывать ете алмайды. Біз миымызда тек жаттанды бар нәрсені ғана қолданамыз. Яғни біздің санамызға бір запрос келетін болса, мынадай істеу керек, мынадай табу керек, мынадай запрос ретінде Google-ға басасыз ғой. Сол сияқты Google баспасаңыз, мынадай іздеп жатырмын деп, ол Google өзімен өзі сізге еш нәрсе бермейді. Просто лентасы тұрады да, поиск деген. Сол лентаға өздігіңізден жазбасаңыз, ояққа еш нәрсе шықпайды. Сол сияқты бізде ми просто инструмент. Сол себепті сол жерде біз запросымыз жазамыз, кейін уже ақтарылып шығатын информация, бүкіл сұрағымызға жауаптың барлығы түп санамыздан шығады. Не бар бізде, не ойлаймыз сол туралы, қандай ойларымыз бар, қандай жағдайлардан өттік, мен өттім ба, әкем өтті ма, әжем өтті ма, кім өтті айналада, неге сіз сондай тұжырым жасадыңыз, неге сіз сондайға сеніп қалдыңыз, неге сондай ойлар сізді, сондай ойлар сіздің денеңізде тұр, қай ситуацияға байланысты солай болды. Соның бүкіл информациясын сізде түп саналы түрде шығарып береді. Сол құндыз түп саналы түрдегі 97% күші мен Ғазизжан деп айтамын. Яғни жанымыз Құдай бітірген жан, например, Алла Тағала жаратқан иеміз. И сол жанымыз біздің күшін, Құдайдың бір бөлшек күшін иемденген, да? Душа это частичка Бога деп айтады да, орысша. Яғни ең үлкен алапат күш біздің потенциал, талант, яғни именно біздің жанымыздың қолынан келетін заттың барлығы Құдай бітірген жақта, ол түп саналы жағымызда. И барлық сіздің қазіргі ойланып отқан жағдайларыңыздың қай сфера болмасын, сұрақтарыңыз көп болса да, сол сұрақтың барлық жауабы өзіңіздің ішіңізде. Біреу оны білмейді, басқа адам оны білмейді, мен де білмеймін, әлемнің ең күшті эксперті де оны білмейді. Оны білетін тек қана сіз. Сіз тек не істеп білу керексіз, дұрыс сұрақ қоя білу керексіз, өзіңізбен дұрыс жұмыс жасай алу білу керексіз, и өзіңізбен денеңіз арқылы я жоқ деген жауаптарды нақты ала білу керексіз. Соны алуды, сол практиканы әбден үйреніп алыңыз. Кейінгі видеороликте мен сізге ол қандай сізге пайда әкелетінін айтып беремін.